Саламатсыздар ма оқушылар? Мына есепке қарап жіберейік. Синус альфа берілгенде синус альфаның мәні, косинус альфаның мәні берілген. Және осы альфа мен бетаның бұрыштары қай ширекте жатқан екені белгілі. Мына пи мен 3пи бөлінген 2-ның арасында жатыр екен альфа, яғни бұл 3-ші ширекте жатыр деген сөз. Бета 0 мен пи бөлінген 2-ның арасында жатыр, демек бұл 1-ші ширекте жатыр деген сөз. Енді бізге табу керек тангенс альфа плюс бетаның мәні қаншаға тең болатыны, осы екеуі арқылы. Ол үшін біз алдымен синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа тең 1 деген формуланы қолданамыз. Яғни бізге тангенс альфаны табу үшін мына формуланы жүктегенді білеміз қалай болатынын. Яғни оның ішінде тангенс альфа мен тангенс бетаның мәндері керек. Демек біз тангенс альфаны табуымыз керек мына жерден. Енді мына жерден бізде мына формула бойынша бізге синус альфаның мәні белгілі. Ондай болатын болса, бізге косинус альфаның мәнін мына жерден шығаруға болады екен. Мәшке мәнін қойсақ, синустың, сонда косинус альфаның мәні шығады екен. Енді мінекей, бізде синус альфа минус 5-тен 3-ке тең болса, онда оның квадраты 25-тен 9 болады. Демек 25-тен 9 қосылған косинус квадрат альфа тең 1 болады. Одан кейін біз сол косинус квадрат альфаның мәні қаншаға тең, яғни 1-ден осы 25-тен 9 алып тастаймыз, өзі 25-тен 16 қалады. Яғни ортақ бұны келтірсек 25-тен 25 деп. Одан шығады әрі қарай. Косинус альфа тең 25 пен 16-ның түбірін табамыз, яғни 5-тен 4. Енді бізде екі мән бар. Минус болуы мүмкін, плюс болуы мүмкін. Оны біз мына ширекке қарап анықтаймыз. Яғни біз жаңа айтқанбыз альфа деген 3-ші ширекке қатысты. Демек бұның мәні 3-ші ширекте косинустың мәні минус. Сондықтан минус 5-тен 4 деп аламыз. Дәл осы әдіспен косинус бета берілген синус бетаны табамыз. Яғни мына жерде біздегі формула синус квадрат бета плюс косинус квадрат бета тең 1. Яғни біз бұл жерде косинус бетаның орнына 13-тен 12-ні қойып квадраттап, сосын 1-ден азайтатын болсақ, синус бетаның мәні 13-тен 5 болады. Себебі бұл бірінші ширекке қатысты. Енді осыдан біз тангенс бета мен тангенс альфаның мәнін табамыз. Яғни тангенс альфа деп отырғанымыз синус альфаның косинус альфаға бөліндісі. Яғни біз осы екеуінің мәндерін бір-біріне бөле қоямыз. Міне минус 5-тен 3-ті бөлеміз. Минус 5-тен 4 жаңа шығарған мәніміз мінекей. Осыған бөлеміз, сол кезде бізден шығады. Минус пен минус бөлінгенде плюс болып кетеді. Сосын бөлшектің келесі бөлшек кері бөлшекке айналады. Сонда кері санға айналғанда 4-тен 3 шығады екен. Дәл осы әдіспен тангенс бетаның мәнін табамыз, синус бетаның мәнін косинус бетаға бөліп, сонда бізде 12-ден 5 шықты. Енді осы екеуінің мәндерін аламыз. 4-тен 3 пенен 12-ден 5-ті. Сосын жаңағы тангенс альфа плюс бетаның формуласына, қосудың формуласына салып орнына қоя қоямыз. Сонда 4-тен 3 қосылған 12-ден 5 ары қарай есептеп шығаратын болсаңдар, 12-ден 3 қысқарады мына жерде. Сонда бізде шығады. Ортақ бұны келтіріп жібереміз. Мына жерден бізден бөлшектің бөлімінен 16 шығайын деп тұр. Мына жаққа 16-дан бер жүрсек, 16 азайтылғаннан 3 қысқарып кеткен кезде 5 қалады. Сонымен 16-тан 11 қалады. Мына жерде 5-ші сыныптың материалдары. Одан кейін алым мен бөлімін бір-біріне бөлген кезде кері бөлшекке айналдырамыз да, көбейтеміз. Сол кезде қысқаратыны қысқарып 33-тен 56 шығады. Яғни біздің табатынымыз осы тұғын, тангенс альфа плюс бетаның мәнін тұғын.